Қарасыздық келінің бір күні қалай өтті? Ауылдың шұғылалы жазғы таңы атысымен біздің үйдің адамдары өз тірлігіне кірісіп кетті. Атам қой сойып, енем ішек қарын тазалады. Сол аралықта қайнаған балаларға қарады. Күйеуім жұмысқа кетті, ал мен үй жинап, кір жуып, түскі асқа қуырдақ жасадым. Биыл біздің Райымбек ауданына 90 жыл, соған орай Райымбек Батыр жайлы бір факт айта кетейін. Райымбек Батыр бабамыз қайтыс боларының алдында, мен өлгеннен кейін менің денемді түйеге байлаңдар. Ол түйе қай жерге барып шөккен болса, сол жерге менің денемді қойыңдар деген екен. Алматы қаласында дәл сол түйе шөккен жерде қазіргі таңда Райымбек Батырдың кесенесі орналасқан. Ал сіздерге осындай факттар ұнай ма? Пікірге қалдыра кетіңіздер. Сосын түскі асымызды ішіп алған соң қызымыз екеуміз көрші қызының үйіне барып, жай көріп келеміз ғой деп киім алып қайттық. Содан үйге қайтып келе жатсақ, ата енем көшеде жүр екен. Мен үйге кіріп шығам дегенше көрші үйдің қыздарымен қызым ойнауға кетіп қалыпты. Көрші үйге барып бір шай ішіп келімде, үйге келіп кешкі шай тамағымызды ішіп, әркім өз жұмысын жасап, күнімізді аяқтадық. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Махаббатпен, Арайка.